балаңын асырылған пас, допмен. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, алдарыңызда бұрыштама каналы. Қазақстан мен Украина арасындағы ойынға шолу жасап кетейік. Сонымен негізгі құрамдардан бастайтын болсақ, Қазақстан ұлттық құрамасы 5-3-2 жүйесімен ойнады әдеттегідей. Ойын басталардан алдын Абзал Бейсебеков те ПЦР тесті оң нәтижелі шығып, ол да коронавирус анықталды. Сондықтан негізгі құрамда оның орнына Васильев шыққан болатын. Украина сапында біз күткендей 4-2-3-1-мен емес, 4-4-1-1 жүйесімен ойнаған еді. Делал большие шаги, в карьере уже в составе. Екінші минутында мына жерде қарап тұрсаңыздар, қапталдан 21-ші нөмірлі Украинаның ойыншысы шабуылдау үстінде, оған төтеп бергісі келіп тұрған Қуат, ал оның қасында тағы берген бар. Сонымен қатар бұл жерде қызылмен белгіленіп қойған Украинаның шабуылшысы Еремчук бос тұр. Оны немесе тағы берген, немесе Васильев жабуы тиіс еді. Матинского Кайрата, и продолжает их. Келесі стоп-кадрдан көріп тұрғанымыздай, Васильев оның допты қабылдауына төтеп бергісі келіп ұмтылды, алайда өзінің зонасын қалдырып бара жатқанын көріп, қайтадан кері шегінді. Еремчук ешқандай қарсылық жоқ екенін байқап, осы жерден ширене тепкен болатын. Стас Покатилов өткізіп алды. Что-то попробовать, но решил сыграть наверняка. Исламбек Куат хороший. Алғашқы 15 минут ішінде Қазақстанның допқа иелік көрсеткіші 17% ғана барады, ал Украинаныкі сәйкесінше 83% болды. Сол 15 минутқа дейінгі алғыз шабуылдардың бірі, бұл жерде Шушиначевке қарай пас берілу үстінде Шушиначев денесімен жауып қалды қорғаушыдан. Пускает на Нургалиева, Нургалиев на фланг, Марат Быстров. Сөйтіп пас Нұрғалиевке жетті. Нұрғалиев ары қарай өрбітті. Бұл жерде Быстров тепкісі келді. Бұл жерде тебудің орнынан басын көтергенде Шушиначев мына жерге ашылған еді. Оған пас беріп, қауіпті шабуыл орын алуы мүмкін еді. Алайда бұл орындалмады. А почему не пробить? Марат убирает под левую ногу. Быстровтың қасында Соболь тұр. Соболь допты қабылдау үстінде, көріп тұрғаныңыздай қызылмен белгіленіп қойған ойыншы Быстровтың артына қарай жүгірмекші. Сол жерде Быстров 2-1 қалып қоюы мүмкін еді. Бұл жерде Васильев ең жақын тұр. Васильев көмектесуі керек еді. Следующий же год сразу перейдя в аренду в состав Яблонц. Келесі эпизодтан көріп тұрғанымыздай, мына жерде пас жасалды. Бүкіл қорғаушылар да, жартылай қорғаушылар да қақпаға қарай өте төмен түсіп кетті. Соның кесірінен мынау жерде үлкен кеңістік қалып қойды. Снова он приезжал, но это атака сборной Украины, которая... Келесі сәттен көріп тұрғанымыздай, Украинаның ойыншысы допқа бірінші жететін болса, мынау 14-ші зона бос болып тұрғанын көрген украиналықтар сол жерге қарай түсті. Украиналық ойыншы допты бірінші қабылдап 14-ші зонаға пас бергенде гол кіріп кетуі әбден мүмкін еді. Не закончилось ударом, но вот сейчас удар и мяч попадает в штангу. Келесіде көріп тұрғанымыздай, Қазақстан ұлттық құрамасы прессинг жасауға тырысты. Бұл жерде Артур Шушиначев қақпашыны тағы да келесідей көрсетілген. Мынау жерде Қуатты көріп тұрғаныңыздай, Қуат дұрыс прессинг бағытын таңдамады. Соның кесірінен үлкен гектар аймақ ашылып қойды, ал Украинаның ойыншысына ойланып пас беруіне мүмкіндік туды. Яғни прессинг сәтсіз жүзеге асты деген сөз. Мужиков, который получил вызов на этот сбор национальной команды, но из-за травмы сейчас помочь сборной Казахстана. Сол прессинг сәтсіз жүзеге асқандықтан пас өзінің көздеген жеріне жетті. Мынау жерден көріп тұрғанымыздай 7 Қазақстанның ойыншысы кесіліп қалды. Осы жерде Марочкин ережені бұзуға мәжбүр болды. Асхат пас жетеді, міне әдемілеп шықты ой алға. Тамаша, Валиуллин тоқтат. Асхат Тағыбергеннің ұзын пас жасағандарының бірі осы жерде Валиуллин қабылдады. Валиуллин қабылдаған соң көріп тұрғаныңыздай, ол артқы көзімен Қуаттың келе жатқанын көрді, Қуатқа қарай пас берді. Мынау жерде көріп тұрғаныңыздай, украиналықтар да қазақстандықтар сияқты 14-ші аймағын бос қалдырып қойған. Исламбек Қуатқа өкшемен тастап кетті, салды Исламбек. Ал мына жерде Қуат көтеріп жатқан кезде Быстров қолын көтерді деген сөз, ол басына пас береді деп ойлады, бірақ Қуаттың пасы басына емес, аяғына жеткен болатын. Ал Быстров сасқалақтап қалды. Исламбек көрді, 3-1 командаласын. Бірақ Келесі мынау жерде көріп тұрғаныңыздай, Марат басқа қорғаушылардан төменірек орналасқан. Сондықтан офсайд сызығы сақталмады, оның артына ойыншы жүгіріп кетуіне мүмкіндік туды, сөйтіп қауіпті сәт орын алған болатын. Осы қауіпті сәт жалғасу үстінде, мынау жерде қарап тұрғаныңыздай, Қуат
төменге түсу керек еді, немесе 9 нөмірлі Еремчукқа жауап беру керек еді. Бірақ бұл жерде Марочкин Еремчукқа жауап бергендіктен Қуат төмен түсу керек еді. Төмен түсу не себепті керек? Себебі екеуі де бір сызықта тұрып қалған. Ал Логвиненко болса бір орнындағы жылдамдық бойынша Ермоленкодан қалып. Қалай бірде баған, бірде маңдайшы. Осылайша мен айтқан. Мынау жерде Украинаның қарымта шабуылды бастаған кездерінің бірі. Осы жерде көріп тұрғанымыздай, Украинаның қақпашысы Пятов Қазақстанның жасап отқан прессингінің қақ ортасына беріп тұр. Мынау жерде 3-1-3-тің ортасына беріп тұр. Осы жерден қауіпті эпизод пайда болды. Ошибиться, Пятов, кстати, заканчивал международную карьеру, но травмы голкиперов. Руслан Валиулиннің дубль жасағанын білеміз. Дәл сол дубльге дейін Украина құрамасының ол қателікті алдын алуға мүмкіндігі болды. Бірнеше рет Руслан Валиулин қорғаушылардың артына жүгіріп кеткен еді. Соның бірі мінекей. Статистику этот удар, я думаю, что точно попадет. Смотри, повтор атаки, не стал надавать на Шушинатьева. Осы жерде Васильев соққы жасауға ұмтылуда, егер де басын көтергенде Артур Шушиначевтің қорғаушылардың артына еніп бара жатқанын көріп байқауға болар еді. Сонда пас берсе қауіптірек болар ма еді. Мынау жерде Матвиенконың бірге бір шыққан сәті. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай жартылай қорғаушылар мен қорғаушылар арасындағы кеңістік өте үлкен, немесе жартылай қорғаушылар жабу керек пе, әлде қорғаушылар жоғары көтерілу керек пе еді, бұл жағы түсініксіз болып тұр. Украины выход 1-1. Келесі эпизодтан көріп тұрғанымыздай, бұл Собольдің бірге бір шығу кезеңдерінің бірі. Осы жерде Ермоленконың бағытына қараңыз. Сонымен қатар мына жерде 15 нөмірлі Украинаның ойыншысы Малыйды шетке қарай тартып жатыр. Себебі Ермоленкоға ары қарай өтуіне дәлізді ашып беріп жатыр. Выступая за Ордабасы, кстати, он женился. Пас Ермоленкоға жетті. Ермоленконың бұл жерде тез шешім қабылдау алу деңгейіне қараңыздар. Топ 5 чемпионатта ойнайтындығы бірден ақ көрініп тұр осы жерден. Шымкентской девушки, хорошая передача, еще один выход. 1-1. Қазақстанның 3-2 есебімен жеңуіне мүмкіндігі болды, алайда біздің голды есептемеген болатын. Назар аударайық. Пас астырды және Абат Айымбетовтың мүмкіндігі бар. Абат Айымбетовтың не себепті гол саналмағандығы мынау жерден офсайдтан ақ көрініп тұр. Так, Берген, хорошая передача на Валиулина, Валиулин штрафной. Удар! Біздің ұлттық құраманың алғашқы голына мән беріңіздер. Бұл жерде Асхат Тағыберген пас беру үстінде, мынау жерде Украинаның тарапынан прессинг немесе қысым дейміз кеш жүзеге асуда, яғни олар Асхат Тағыбергеннің пасын менсінбеді ме, оның қабілетін менсінбеді ме, әйтеуір кеш қозғалуда. Ал Руслан Валиулин кезекті өзінің қорғаушылардың артына ену іс-қимылын жасап жатыр, ол голға айналды. Малиновский қуатты бір финтпен алып тастады, пас жасауға дәліз көрініп тұр, Ермоленкоға жасалды. Мынау жерде көріп тұрғанымызда Ермоленко ойыншылардың назарын аудартып отыр. Жетіп 15 нөмірлі Цыганковқа дәлізді ашып берді. Цыганков енді, алайда біздің Стас Покатилов жарады бұл жерде. Артур Шушиначевтің орнына шыққан Абат Айымбетов өзіне бірнеше рет қауіпті эпизодтарды алып келді. Соның ең қауіптісіне назар аударсаңыздар болады. Мынау жерде көріп тұрғанымыздай Айымбетовтің басқа соққы жасауына мүмкіндігі болмады, себебі көріп тұрғанымыздай соққы жасаудан алдын ол барлық салмағын сол аяғына бағыттады. Соның арқасында тек оң аяғы ғана бос қалды. Оң аяғының сыртқы жағымен айналдырып тебуге болар еді, бірақ ол соққы әлсіз шығатын еді. Екінші нұсқа Абат Айымбетов аяғының ұшымен тіке тебуге болар еді, бірақ алайда қақпашының өзіне тиер еді. Ал үшінші нұсқасының бірі ол әрине қақпашының үстінен асыру, бірақ бұл жерде Абат Айымбетовтың техникалық қабілеті сыр берді. Мынау Қазақстан ұлттық құрамасына салынған екінші гол. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай Жуков көкпен белгіленіп қойған, қарамен белгіленіп қойған Мара, яғни Марат Быстров. Мына жерде сонымен қатар Бахтияр Зайнуддинов, Патёка, кім қызылмен белгіленіп қойған Украина ойыншысын жабуға тиіс еді. Кому нужно хорошая передача, и сборная Украины идет в атаку. Мяч каким-то чудом не залетает. Ал егер де офсайд деп мен сияқты ойлаған болсаңыздар, тікелей трансляция кезінде бұл жерде офсайд жоқ екен көрініп тұр бірден ақ. Ендігі кезекте Руслан Валиулиннің дубль қалай жасағанына назар аударыңыздар, өте эмоционалды түрде өткен болатын. Дәулет бас асырылды. Алғасыр. Ойын
кестеңін шығарып тастады. Сонымен назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Финляндия мен Қазақстан ойынына превью жасалатын болады, оны жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыздар. Рахмет.